Сәлеметсіздер ме менің оқырмандарым, сіздермен Таңшолпан. Бүгін біз қарын бүрме, яғни кесектеп туралған етті өзінің майы мен сөлінің бұқтырып дайындалатын тағам түрінің дайындалуымен бөлісемін. Жергілікті жерде бұндай тағамды бөртпе дейді, көмбе дейді, қарын бөртпе деп те атайды. Байырғы ортада осындай тәсілмен пісірілген етті суыған соң қарынға салып, тоңазытып қойып, көп ретте сапарға шығатын жолаушыларға ұсынған болатын. Бүгінгі біздің дайындалатын қазіргі кезде көптеген желілерінде, интернет желісінде хит болып келе жатқан қарын бүрме, бұның ішіне сәбізімізді, картопымызды жуа, сонымен қатар чеснокты, сарымсақты салып, осылай тұздап, бұрыштап, ішіне барлығын саламыз. Ине жіппен тігіп, сосын барып қазанымызға суымызды құйып, қарнымызды қарын толған тағамды салдық қарын бүрмені. Осылай салып біз қатты отта бір қайнатып пісіріп аламыз. Қайнаған соң бетіндегі көбігін алып, ақырын отта баппен пісіреміз. Біздің қарнымыз піскенше мен 2 дөңгелек нан ысып дайындап қойдым. Қарын пісті, оны түсіріп алып, сорпасына нан салып пісіріп, нанымызға тұздық құйып, осылай дәмдеп дастарханымызға алып келдік. Ішін пышақпен осылай кескен кезде өте әдемі көрініс, иісі деген керемет. Ішіндегі көкөністеріміз де барлығы әдемі бөліп, үлпілдеп күшті пісіпті. Барлығын жақсылап турап, дастарханымызға осылай қойдық. Астарыңыз дәмді болсын, өздеріңіз үйде пісіріп көріңіздер. Соңына дейін болғандарыңызға рахмет, сау саламатта болыңыздар.